Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сиыр бауырының ең қарапайым, жылдам, дәмді әрі жұмсақ түрде қуыру әдісімен бөлісемін. Толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Алдымен пиязды турап алдым. Біздің пияздар бауырдан 2 есе аз болуы керек. Осылайша 2 бөлікке бөліп турап шығамыз. Достар, каналға тіркеліп, видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Бауырды пиязбен пісіретіндіктен, оны алдын ала сүтке малудың қажеті жоқ. Жай ғана суда шайып, қабыршықтардан тазарту керек. Мен бауырды базардан алып келіп, жылдам қуыруға кірістім. Ал сіздер болса, асықпасаңыздар, алдын ала кішкене тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Сонда бауырларыңыз жылдам әрі оңай туралады. Осылай тілімдерге бөліп, бірдей тіліктерге кесуіміз қажет. Және ортасында кездесетін қабыршықтарды барынша алып тастаған жөн. Бауырды жақсылап тұздап, қара бұрыш және ақ бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Табаға май құйып, оны қыздырамыз. Содан кейін бауырды салып, үнемі араластыра отырып, жоғары отта қуыру қажет. Араластырып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Негізінде бауырдың дәмі тәтті болғандықтан тұз көп қажет. Сондықтан да қуырылып жатқан кезінде тұз бен бұрышты тағы қосып араластыруды ұмытып кетпеңіз. Сол үшін де маңызды сәттердің бірі біздің бауыр жақсы тұздалған болуы қажет. Бауырдың түсі осылай ағарғаннан кейін пиязды қосып жақсылап араластырып қуырамыз. Астындағы суы буланып, пиязымыз еріп, қоңыр түске ие болса, біздің бауыр дайын болды. Әрине, бауырды пісірудің бірнеше әдісі бар. Піскеннен кейін бірнеше қасық қаймақ қосып, 1-2 минут отта ұстап жесеңіздер болады. Бірақ мен сіздермен ең қарапайым және сәтті әзірленудің жолымен бөлістім. Сондықтан да пайдалы ас әзірлеп жақындарыңызды қуантыңыз. Видеом ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сау болыңыздар!